Жамбыл облысы білім басқармасы Абай атындағы мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын мектеп-гимназиясы жаңа оқу жылын ерекше қуанышпен қарсы алды. Білім ордасы толықтай күрделі жөндеуден өтіп, заманауи талаптарға сай жабдықталды. Бұл игілікті іс Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2024 жылғы 2 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауында берген тапсырмалардың нақты орындалуының айғағы. Мемлекет басшысы 3 жыл ішінде еліміз бойынша 1300 мектепті қайта жаңартуды тапсырған болатын. Осыған сәйкес Жамбыл облысында 2025-2027 жылдары 66 мектепті күрделі жөндеуден өткізу жоспарланып отыр. Соның нәтижесінде біздің мектебіміз жаңа келбетке ие болды. Жаңарту жұмыстары Тұлпар строй сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арқылы сапалы жүргізілді. Жоба аясында мектептің ішкі сыртқы келбеті жаңартылып қана қоймай, кабинеттер толықтай модификацияланған құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілді. Әрбір сынып бөлмесі оқушылардың шығармашылық және ғылыми ізденісіне жағдай жасайтын заманауи технологиялармен жабдықталды. Сонымен қатар, білім ордасының дәліздері мен кабинеттері брендинг дизайнмен әрленіп, оқушыларға қолайлы әрі тартымды орта қалыптастырылды. Биылғы жыл мектебіміз үшін өте ерекше жыл болды. Мемлекетіміздің қолдауымен мектеп күрделі жөндеуден өтті. Жаңа модификацияланған реновациядан өткізді. Жөндеу жұмыстары дер кезінде аяқталып, мектептің ішкі кеңістігі жаңа, барлық сынып кабинеттері заманауи технологиялық құрал-жабдықтармен қамтылды. Бұл балаларымыздың сапалы білім алып шығармашылық пен дамуына үлкен мүмкіндік берді. Армысыздар. Мен осы мектептің 10 сынып оқушысы. Мен бұл мектепте даярлық сыныптан бері оқып келе жатырмын. Биыл мектебімізде үлкен өзгеріс болды. Мектебіміз күрделі жөндеу жұмыстарынан өтті. Қазіргі мектебіміз кереметтей мүмкіндіктерге ие. Барлық сыныбы заманауи құралдармен жабдықталған. Мен осында мүмкіндік сыйлаған жандарға алғысым шексіз. Сіздер бізге тек қана жөндеу жұмыстарын емес, болашағымызға керемет мүмкіндік сыйладыңыздар. Қазіргі мектептен кереметтей тұлғалар, өзіне кереметтей мамандар шығатынына сенімдімін.